Павлодар ауданына қарасты Розовка ауылында 2 күнде 2 үйір жылқы өлді. 48 бас жануардың неден қырылғаны белгісіз. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Максимовка ауылында жылқылардың өлекселері табылғалы туралы ақпарат облыстық ветеринария басқармасына осыдан 3 күн бұрын түскен. Мал дәрігерлері ақпарат тарап кетпес үшін өлген малды көміп тастаған, бірақ сынама алып зертханалық сараптамаға жібердік дейді. Мәліметке қарағанда жылқының іші кеуіп, сынып кеткен, үш өту белгілері де байқалған. Материалы были направлены в областную лабораторию. Материалдар облыстық зертханаға жіберілді. Малдарда асқазан ішек жолдарының толып кеткені байқалады. Бізде ағзаның әлде бір нәрседен улануы мүмкін деген күдік бар. Жануарлар дірілдеп жүре алмайды. Ауылдық округте небәрі 250 қамбар ата түлігі тіркелген, бірақ қаладан әкеп табынға қосқан бөтен жылқы бар екен. Қазір 400-ден аса жылқы өрет. Олар күзде орылмай қалған қарабидай алқабына жайылған екен, бірақ одан жылқы малына зиян жоқ дейді мамандар. Оның үстіне алқа биесі жер өңдеуге химиялық тыңайтқыштар қолданбадық дейді. Лошади стоят уже сколько лет. Бұрын қарабидай егетін алқаптар алыс болды. Жылқылар ол жаққа жете алмайтын. Қарабидайға түсіп отырғаны бірінші рет. Енді зертханалық сараптаманың нәтижесін күтеміз. Жылқылардың уанғанын немесе басқа ауруға шалдыққанын зертханалық талдаулар көрсетеді. Қазіргі мал жайылып жүрген жерлер пестицидтер мен химиялық заттармен өңделмеген. Аман қалған жануарлар ветеринарлық бақылауға алынды. Күніне 2 рет жануарлардың дене қызуы өлшенеді. Малдың өрісін ауыстыруға шешім қабылданды. Жанасыл Серікбол, Болат Аманбаев, Әділхан Мүтәләпов, ертіс ақпарат.